Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгінгі кезекте төрт мазхабтың бірі болған имам Малик рахмахуллахтың өмірбаянын. Имам Малик ол хижрет жыл санағы бойынша 93 жылы дүниеге келген. 179 жылы Алланың рахымына қайтқан. Ал милади жыл санағы бойынша 711-795 жылдар аралығында өмір сүрген. Имам Малик ибн Анас, оның мазхабы, Малики мазхабы Халиж арабтарында және Мағриб араб елдерінде кеңінен таралған. Сонымен қоса Андалусияда, қазіргі Испания елдерінде мұсылман мемлекеті болған кезінде осы жерде де имам Маликтің мазхабы кеңінен тараған еді. Имам Малик өзі Мединеде дүниеге келген. Жастайынан негізінде ол имам Малик бір білімге қатты құштар болды. Өйткені имам Маликтің атасы ілім иелерінен болған еді. Имам Маликтің нәсабына келетін болсақ, Ямандық арабтардан болатын. Маликтің бабасы Яманнан Мединеге көшіп келген, хижрет жасап келген. Имам Маликтің бабасының аты Малик еді. Толық атына келетін болса, имам Маликтің толық есімі Малик ибн Анас ибн Малик деп аталады. Яғни Маликтің баласы Анас, Анастың баласы Малик деп аталады. Имам Малик Мадинада туылған, Мединеде және білімін алған, ғылымын сол жерден бастаған. Имам Малик өз кезегінде көптеген ғалымдардың көзін көрген, солардан ілім алған. Тіпті өзінің ата-бабасы да ілімге қатты мұқтаж және ілімге қатты қызықтырып, хадис ілімін үйреткен еді. Бір риуаяттерде келген, имам Малик кейбір хадистерді өзінің әкесінен риуаят етті деп келеді. Имам Маликтің білімге деген құштарлығының ашылуына себеп болған кісі ол өзінің бабасы. Имам Маликтің атасы, яғни әкесі өзінің қол өнерімен көп шұғылданатын еді. Өзінің қолымен садақ жасайтын, жебе жасайтын, сонымен соны сатып отбасын асырайтын еді. Сол кезде имам Маликтің мынадай бір сөзі бар: адамдардан өз қажетін сұрағаннан өз қолымен келген еңбектің азығын жеген абзал деген. Имам Маликтің әкесі хадис ілімінен хабары бар болғандықтан, имам Малик жаңағыдай көптеген хадистерді өзінің әкесінен де риуаят етіп келеді. Имам Малик айтады бір неде: Ибн Шихаб Зухри мен теңдес бір ағам болатын еді дейді, бауырым бар еді дейді. Бір күні әкемнің артында, әкесі есекте мініп келе жатқан кезінде арқасында имам Малик болатын еді және бауыры екеуі келе жатқан екен. Сол кезде әкесі бір мәселені айтты дейді, сұрақ қойды. Мен ойланып оған жауап беремін дегенше бауырым жауап беріп қойды. Сол кезде менің берген жауабым тіпті қате болды дейді. Әкем ренжіп, сені білім алудан немесе білім талап етуден мына бағып жүрген кептерлерін тиіп қойды дейді. Көгершінді айтады, көгершіндерін тиіп қойды дейді. Өйткені имам Малик кішкентайынан көгершін бағатын еді, көгершінге қатты қызығатын еді. Сол кезден бастады имам Малик көгершін бағуды, жаңағы өзінің кептер бағуды тоқтаттым дейді. Осыдан кейін өзі кептер тоқтатқаннан кейін имам Малик өзі Ибн Хурмуздың алдына ілім алуға барады. Ибн Хурмуздан имам Малик 7 жыл тоқтаусыз қатынап ілім алған болатын. Ілім жолында түсуінде осы оқиға басты себеп болған. Жаңағыдай кептер бағып жүріп, сұраққа жауап бере алмай қалған мәселесі, ең басты себеп болған нәрсе осы болған еді. Имам Маликтің ұстаздарына тоқталатын болса, Рабия ибн Аби Абдуррахман деген кісі болған, бірінші ұстазы. Одан кейін Абдуррахман ибн Хурмуз, осы және 7 жыл осы кісіден оқыды.
сосын 30 жыл ара қатынасын тоқтатпай ілім алып жүрген. Осы Ибн Хурмуз негізінде аяғы кеміс шолақ болды деп келеді, құлағы естімейтін еді деп келеді. Имам Малик сол кезде Ибн Хурмуздың қасынан сол аяғы шолақ екендігін байқап, үйінің қасында күтіп тұрады екен. Хурмуз мешітке қарай шықса, артынан кездесіп қалған секілді артынан жылдам жүгіріп жетіп алып, сөйтіп өз қажеттерін, сұрақтарын қойып келеді екен. Ол Хурмуз Андалустан келген адам. Ол Хурмуздан тіпті 40 сұрақ қойса, соның 34-іне «Ла адри» деп жауап берген еді дейді. Жаңағыдай Имам Малик айтады, мен «Ла адри», яғни мен білмейді екенмін деген сөзді ұстазым Хурмуздан үйрендім дейді. Әрқашан 40 сұрақ қойылса, соның тек қана 6-ауына ғана жауап беріп, қалған 34-іне «Ла адри», мен білмейді екенмін деп айтты. Үшінші ұстазы Нафия дейді. Нафия ад-Дайлами, Абдулла ибн Омардың шәкірті. Мына Омар ибн Хаттабтың ұлы Абдулла, сол Абдулланың шәкірті Нафия ад-Дайлами деген болды. Ол Нафия сол Абдулла ибн Омардың негізінде құлы болатын еді. Сол мәселеде құлы болған, сол құлы болып жүріп, білім, хадис ілімінде өте жоғары нәтиже көрсеткендіктен Абдулла ибн Омар оны не істеген еді? Босатып жіберген еді. Сол кезден Нафия ад-Дайлами сол Абдулла ибн Омардан босағандықтан Мединеге келіп, сол жерде ілім беруін жалғастырған. Төртінші ұстазы Имам Шихаб аз-Зухри. Имам Шихаб аз-Зухри өз кезегінде мынандай бір оқиғасы болады. 30-40 хадис айтатын, жаңағыдай хадистер айтатын, және де санадымен сұрайды. Мысалы, Имам Малик келеді, маған ілім беріңіз. Сен тамақ ішіп ал десе, Имам Малик айтады екен, жоқ, мен тамақ ішкім кеп тұрған жоқ, маған хадис үйретіңіз. Сол кезде жаңағыдай Шихаб аз-Зухри айтады, 30 хадис, бір кезде риуаяттерде 40 хадис дейді, риуаят етіп береді дейді, айтып береді. Жаңағыдай тізбекпен мынадан мына риуаят етті, мынадан мына дейді. Соң айтып береді екен де, сосын Имам Маликке айтады екен, осы хадисті енді жаттап кел деп. Имам Малик айтады, жоқ, мен жаттап алдым дейді екен. Сол естет, сол кезде жаттап алдым дейді екен. Сол 30-40 хадисті Имам Шихаб аз-Зухриға Имам Малик сол мезетте қалай естиді, сол кезде иснадымен бірге жатқа айтып береді екен. Енді Имам Маликтің бабасы Малик, ол кибар табииндардан болған, ұлы табииндардан, ғұламалардан болған, яғни атасы Малик ұлы табииндардан болғандықтан Имам Маликтің ілім маздары, ілім негізі, немесе ілім көзі осы бабасына тікелей қатысты еді дейді. Мына Осман ибн Аффан радиаллаху анху өзінің халифаттылық кезінде, 3-ші халифа Абу Бакр бір, екіншісі Омар, үшіншісі Осман радиаллаху анху халифаттылық болған кезінде Құранды қолмен жазуға тапсырма берген болатын еді. Имам Маликтің бабасы Малик өте былайша айтқанда почеркі дейміз ғой, жазуы әдемі, көркем болатын. Сондықтан да жаңағы нені жазуға бұйырылған, мұсхафты жазуға, көшірмесін көшіруге бұйырылған кісілердің арасындағы бір кісі осы Имам Малик еді дейді. Одан кейін Осман радиаллаху анху өмірден өткеннен кейін сонда бір фитна болды. Османның кезінде өмірден өткеннен кейін жаңағыдай Муауия мен Али тарапынан келіспеушіліктер, хауариждердің шығуы, сол кезде ең жақын адамдары дегендердің өзін кіргізбеген болатын жаназасына және жууға. Бірақ дегенмен солардың ішінде 4 кісіні Имам Малик жаназаға және кебіндеп көтеріп жаназаны мәйітті жерге қоюға 4 кісі кірген. Соның бірі Имам Маликтің бабасы Малик деген
атасы не болды, кіріп соны істеген болатын. Имам Малик ол жастайынан өз кезегінде жаңағыдай не дейді, фуқаха сәбаа деген болды. Фуқахаи сәбаа, жаңағыдай 7 фақихтан дәріс алған болатын. 7 фақихтан дәріс алған. Санап айтатын болсақ, Урва ибн Зубайрдан, Қасим ибн Мухаммадтан, Хариджа ибн Зейдтан, Салим ибн Абдулла ибн Умар ибн Хаттабтан, және де Абани ибн Усман, Абу Салама ибн Абдуррахман ибн Ауфтан, және Аба Бакр ибн Абдуррахман ибн Хариса ибн Хишамнан, Сулейман ибн Ясар, Убайдуллах ибн Абдулла ибн Утба ибн Мас'удтан дәріс алған еді. Осы 7 фуқаха сәбаадан дәріс алған. Бұны ғалымдар 7 фуқаха сәбаа, яғни фуқаха сәбаа деп атап кеткен екен. Абу Юсуф айтады, мен заманымда 3 үлкен ғұламаны көрдім деді. Имам Абу Юсуф айтады, Абу Юсуф деген Абу Ханифаның шәкірті. Абу Юсуф айтады, мен заманымда 3 үлкен ғұламаны көрдім дейді. Біріншісі Абу Ханифа еді дейді, екіншісі имам Малик еді, үшіншісі имам Ибн Абу Лайс дейді. Осы үшеуін үлкен ғұлама дейді. Абу Лайла. Абу Лайла. Абу Лайс емес, Абу Лайла. Енді имам Малик, имам Абу Ханифадан заманында өмір сүрді. Имам Абу Ханифа 80-ші жылы дүниеге келсе, имам Малик 93-ші жылы. Арасындағы айырмашылық 13 жас еді. Ахмад ибн Хамбал ғұламалардың сайыды деп аталынса, имам Малик деген өйткені ол хадис ілімінде және фиқ ілімінде алдына жан салмайды. Имам Ахмад ибн Хамбал айтқан, имам Малик жаңағыдай хадис іліміне келгенде және фиқ іліміне келген кезінде өз заманында алдына жан салмайтын еді. Неге? Өйткені имам Маликтен бір сұрақ сұрап келсе, имам Маликтің бірінші қоятын сұрағы мынандай болды дейді. Сен фиқи сұрақтың жауабын білу үшін келдің бе, әлде пайғамбарымыздың хадисін білуге келдің бе дейді. Егер пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисін үйренуге келдім десе, имам Малик үйіне кіріп, таза киімін киініп, басына сәлдесін киіп, тік тұрып хадисті оқып беретін еді дейді. Бір риуаяттерде келген кезінде имам Малик пайғамбарымыздың жаңағыдай хадисіне деген, сүннетіне деген сондай құрметі үйіне кіріп, дәретін жаңартып, ғұсылын құйынып барып, сосын барып жауап беретін еді дейді. Имам Маликтің атасы Малик ұзақ өмір сүрген. Тіпті өз заманында имам Маликтің атасы Омар ибн Абдул-Азиздің халифаттылығына дейін өмір сүрді деп келеді. Омар ибн Абдул-Азиз ол кейбір мәселелерде имам Маликтің атасынан, әкесінен сұхбаттасып, кеңес алып тұратын еді. Имам Маликтің өз заманында жаңағыдай інісі болды, Назир ибн Анас деген кісі, және ағасы имам Маликтің ілімінде жаңа Назир ибн Анас інісі болса, имам Маликтің ағасы болды. Ол кісі ілім жолында имам Маликтен бір алға жүретін еді дейді, әрқашан алда тұратын еді дейді. Өз заманында Назир ибн Анасты танытқан кісі де ол кім еді дейді, ағасы еді. Жаңағыдай бізде де айтады ғой, біреуді інісін тану үшін, ана пәленшенің інісі емес па деп ағасы арқылы танып жатады. Сол секілді Назир ибн Анасты тану үшін ол имам Маликте емес, бәлкім имам Маликтен алдыңғы ағасын айтып барып таниды екен да. Ортада имам Малик тұрады екен да, бірақ имам Маликте емес, ағасын айтып барып таниды екен. Имам Маликтің білім жолына түсуінің тағы бір себебі анасы не болды? Себепкер болды. Анасының аты Алия бинт Шурак ибн Абдуррахман ибн Шурак деген кісі анасы. Бір күні имам Малик негізінде кішкентай кезінде музыкаға жаңағыдай қатты қызығатын еді. Анасының айтуы бойынша имам Малик бір күні жаңағыдай бізде де жас кезімізде болды ғой, краскіден босап қалған каталогтарды, консервадан босап қалған каталогтарды банкілерді тақылдатып қойып, кастрөлерді ұрып отыратын. Енді сол секілді имам Маликте өз заманында сондай бір дауысы шығатын, дыбыс беретін темір тесектер жинап қойып, өзіндік бір нені беретін еді дейді, дыбыс шығаратын еді. Кейбір риуаятта келген әнші өлең айтып, ауылда кішкентай кезінде, жаңағы кішкентай өзіндік бір той думалақтарға барып, өлең айтып жүретін еді дейді имам Маликте.
Енді анасы айтады, имам Мәлик бір күні дауысы өте керемет еді. Имам Мәлик келіп айтқан, анашым қарашы, мен мынандай өлең білдім, мынандай деп айтқан кезінде имам Мәликке анасының айтқан сөзі бар еді дейді. Анасы айтты дейді, адамның түрі көріксіз болса, онда ол айтып жатқан өлеңнің адамдарға ешқандай өтімді жері болмайды деген. Сен өлеңің өтімді болу үшін адам көрікті болу керек деп айтты деді. Бұны естіген имам Мәлик ойлап қалды дейді, менің түрім көріксіз екен деп ойлап қалды дейді. Сөйтті де ертең шынында да мен өскен кезімде көріксіз болсам, менің немді айтқан өлеңімді ешкім тыңдамайды ғой, жаңағыдай көп ұзаққа бармаймын ғой деп жаңағыдай өзін-өзі тоқтатып қалды деді. Сол кезде имам Мәлик анасына айтады, мен болды осы жерден тоқтаттым деді, білім жолына түсемін деді. Анасы басына сәлдесін, үстіне шапанын жауып кигізіп, жаңағыдай неге ілім жолына түсірген еді. Сонда кезде имам Мәликті ілімге жіберген кезінде анасы кімге жібереді? Рабия ибн Аби Абдуррахман деген кісіге жібереді. Рабия ибн Абдуррахманға. Енді ол кісіге барған кезінде, жіберген кезінде анасының айтқан бір керемет сөзі болады. Бір өсиет дейміз ғой, имам Мәликке айтқан. Имам Мәликке «Тааллам адабуху қабла илмихи» деп айтты дейді. Тааллам, ей балам, сен ана Рабияға барған кезінде, сен оның ілімінен бұрын оның әдебін үйренген деді. Сол кезде имам Мәлик айтады, мен ұстазымның әдебін үйренуім үшін 30 жыл мен қатынасып тұрдым дейді. 30 жыл жаңағы ұстазымның әдебін үйрендім дейді. Ілімін емес, әдебін үйрендім дейді. Ибн Хурмуз ол жаңағыдай көзі көрмейтін кісі еді, соқыр болған еді. Ибн Хурмуз деген ұстазы. Имам Мәлик мешітке жетелеп алып барып, және мешіттен үйіне қарай жетелеп алып қайтатын еді. Осы уақытта ұстазы Ибн Хурмуздан ілім алып қалу мақсатында имам Мәлик өзінің көкейінде тұрған кейбір сұрақтарды сол жерде Ибн Хурмузға қойып қалатын еді. Имам Мәлик айтады, ұстазым Ибн Хурмуздың есігінің алдында күтіп отыратын едім дейді. Сондай бір тас бар еді дейді, таста отыратын едім дейді. Сонда айтады, тас мұздай болып, астымнан тастың салқындығы өтетін соншалықты мен қорқатын едім ауырып қалудан дейді. Сол кезде бәрібір ілім жолына түскендіктен ана киімінің, бұтына киетін изарының несіне мақтадан салып алатын едім дейді. Бұлайынан мақта салып алатын едім дейді. Көшедегілер ойлайтын еді, имам Мәликті сондай бір көріксіз, бір жаңағыдай келбетті азамат деп ойлап қалатын еді дейді. Сондай артына отырған кезінде суық өтпеу үшін шалбарының ішінен мақта салып алатын едім дейді. Сөйтіп ұстазымды күтіп отыратын едім. Сөйтіп ұстазым шыққан кезінде ұстазымның артынан барып, мен жетелеп мешітке алып баратын едім. Және өзіндік сұрақтарымды қойып, не істеп алатын едім, біліп алатын едім дейді. Осы заманда көзге түсетін ұлы имамдардың бірі Абдулла ибн Омардың азат етілген құлы Нафи деген болды. Жаңа біз ұстаздардың арасында айтып кеттік. Нафи. Ол Нафи Абдулла ибн Омардың құлы болды. Өз заманында фақих болған. Ең білімді ғалымдардан болды. Тілі кейбір әріптеріне келмейтін еді ұстазының. Әріптеріне махраж дейміз ғой біз. Сол махраждардың кейбірін шығара алмайтын еді. Имам Мәлик айтады, Нафиқтың есігінің алдында күннен сақтанатындай мүмкіншілік болмағандықтан бір ық жерге, пана жерге барып не істейтін едім дейді, отыратын едім дейді. Сол жерде ұстаздымды Нафиқты шығуын күтіп тұратын едім дейді. Имам Нафиқ шыққанда дым көрмегендей, дым білмегендей, жаңағыдай аяқ астынан кездесіп қалған секілді ұстазымның артынан жүгіріп жетіп алатын едім дейді. Сәлемін беріп, сол кезде мешітке жақындағанда тағы да бір рет сәлем беріп, мына бір мәселеде Ибн Омар не деген еді деп сұрақ қойып қалатын едім дейді. Жаңағыдай имам Мәлик жаңағы жетелеп келеді, мешітке ештеңе сұрамайды екен.
мешітке жақында мешітке кіре бересте, ассаламағалейкум ұстаз, мынандай бір мәселе болып тұр. Осы мәселеде сіз ұстазыңыз Абдулла ибн Омардың қасында көп жүрдіңіз ғой. Ол не дейді осы мәселеде деп, жаңа сахаба ғой Абдулла ибн Омар. Сол сахабаның несінен жауабын сұрап қалатын еді дейді. Имам Шихаб аз-Зухри кейінгі ұстазы Шамнан Мадинаға келген кісі. Ол Шамда қазилық қызмет атқарған. Қазы деген сөз, яғни сол кезде сот, біздің тілімізде айтқан сот үкімін шығарып отыратын қази болған. Халифалардан болатын. Зухридан ілім үйрену үшін адамдар көп жиналатын еді. Бұл кезде имам Малик жас кішкентай бала болатын еді. Имам Малик жас бала болатын, көпшілік арасында, үлкендердің арасында сұрақ сұрай алмайтын еді. Имам Малик сұрақ сұрайын десе, ұялатын еді. Ана көп үлкендер бар, үлкен ұстаздар бар, солардан сұрауға ұялатын еді. Бірақ сұрағының жауабын білу үшін имам Малик Зухридің есігінің алдында ұстазы күтіп отыратын едім дейді. Ол күні, бір күні күтіп отырған кезінде айт намазы оқитын айт күндердің бірінде еді дейді. Имам Малик жаңағыдай күтіп отырдым дейді ұстазымды. Сол кезде жаңағы Зухридің қызметшісі болды дейді бір әйел. Сол қызметшісі ұстазына барып айтқан екен Зухриға: сіздің Ашқар, жаңағыдай Ашқар деген арабтарда ақ жүзді деген сөз біледі. Сіздің Ашқар мәулаңыз келіп тұр дейді. Мәула Ашқар құлыңыз келіп тұр дейді, қызметшіңіз дейді. Сіздің Ашқар қызметшіңіз келіп тұр деді. Имам Зухри үйіне кіргізуін тапсырды. Кірсін ол деді. Біліп тұр имам Зухриде кімді келгендігін мақсат етіп тұрған. Имам Маликтің жүзі өте ақ жүзді және ірі денелі, өте әдемді, қысымбатты еді. Сол үшін де оны Ашқар деп айтаған екен. Сіздің Ашқар қызметшіңіз келіп тұр деген кезде имам Зухри сразу біліп қойып, не деді? Айт оған кірсін үйге деді. Сол кезде имам Малик үйіне келген кезінде Зухри оған алдына түрлі тамақтар алып келді дейді. Бұйырған қызметшісі тамақ алып келді. Қарның ашқан болар, тамақтанып ал. Бірақ имам Малик не деді? Жоқ, мен тамақ ішуге келмедім. Онда не үшін келдің? Мен сізден хадис үйренгім келді, сүннет. Бірінші тамақ жеп ал, сосын үйретем. Жоқ, мен қарным тоқ, маған хадис үйретіңіз. Имам Зухри 30 немесе 40 хадис оқитын еді. Имам Малик айтады: мен жазып жаңағы имам Зухри 30 хадис риуаят еткен кезінде мен айтылған хадистің бәрін жаттап алдым дейді, сразу сол жерден ақ. Болды, жетеді, саған осынша хадис айтқаным, осын жаттап, ертең кел, мен саған қайтадан ертең басқасын. Жоқ, ұстаз, мен бұл хадисті жаттап қойдым деп айтты дейді. Сол кезде имам Маликтің қолына дәптерін алып алып, айт енді десе, имам Малик 30 хадисті немесе 40 хадисті иснадымен бірге толықтай әп-сәтте айтып берді. Қалай естіді, солай жеткізіп берді дейді. Сосын мен айттым дейді: ұстаз, маған тағы да оқыңызшы, мен тағы да жаттап алайын деп айттым дейді. Имам Зухри айтады: имам Маликтің бұл әрекетін көргенімде, имам Маликті мен недеге толмайтын, немесе құйған кезінде суға тоймайтын ыдыс ретінде көрдім дейді. Жаңағыда құя береді, толмайтын ыдыс ретінде көрдім дейді. Сен ілім ыдыстарының бірі екенсің. Яғни ілім ыдыстардың біріне құйылатын болса, сен сол ыдыстың бірісің деп айтты деді. Ілім ыдыстарының бірісің деп айтты дейді. Имам Маликтің ұстазы Зухридің ілім халқасында келгенде қолына жіп алып алады екен. Бір күні имам Малик ең алғашында ғой, әлі Зухриға әлі шәкірт болмаған кезінде. Қараса, имам Малик келсе, Зухри сабақ беріп жатады. Қызық. Сосын имам Малик сол кісінің қасына барады екен,
дәріске отырады, дәріс қазады. Дәріс қызық өтеді. Келесі күн келеді, дәріске отырады. Сол дәріске отырған кезінде имам Мәлик қолына кішкентай жіп алып болады екен. Әр хадис айтқан кезінде сол жіпті бір түйіндейді екен. Сөйтіп күндердің күнде сол хадисті жаңағы жіпті түйіндейді екен де, сабақ біткеннен кейін сол айтылған хадистердің барлығын қайтадан қайталап жіптерді түйінді шешіп отырады екен. Күндердің күнінде Зухри 30 хадис риуаят етіпті. 30 хадис риуаят еткен кезінде имам Мәлик қараса түйін 30 болыпты. Сабақ біткеннен кейін әлгі түйінді қайтадан риуаят еткен хадистердің бәрін айтып өзі жаттап алған сол мезетте. Қайтадан шешіп отырған екен, қараса бір хадис есіне түспей қалды. 29-ын тауды жаттап алған, бір хадисін есіне түсіре алмай қойды. Ұстазынан сұрайын десе ұялып отыр. Намыс бермей отыр. Сөйтіп ұстазы имам Мәликтің бірдеңені сұрайын деп тұрғанын сезген ұстазы, "Ей, кел" деп сұрады дейді. Сол кезде барса, саған не болды? Түрің өзгеріп кетті, бұзылып кетті ғой. Ұстаз, сіз бүгін 30 хадис риуаят еттіңіз. Мен әлгі 30 хадистің бәрін жаттап алайын деп жіп түйген едім. Қарасам 29 хадисті жатқа жаттап алыппын да, бір хадисіңізді есіме түсіре алмай жатырмын деді. Қараңыздар, бір хадисті ғана есіңе түсіре алмай жатырмын деді. Сол кезде имам Зухри былай деп айтады екен. Ұрсып, адамдардан жаттау қабілеті кетіп қалған екен. Мен сабақта отырғанымда естігенімді сол кезде қалай естіген болсам, мен солай жаттап алатын едім. Тіпті сол хадистерді қазір сендерге солай айтып отырмын. Бір рет ұстазымнан естігенмін, соны қазір сендерге айтып отырмын деп 30-шы хадисті айтып берді дейді. Қараңыздар, 30 хадис. Тек мәтін емес, иснадымен қосып 30 хадисті сол мезетте жаттап алған. Ал соның біреуін ғана есіне түсіре алмай жатқан кезінде ұстаздың ұрысқаны адамдардан жаттау қабілеті деген кетіп қалыпты деп не істеді, ұрысып отыр дейді. Амр ибн Динар Зухриға тең келетін мұхаддистер жоқ деп айтқан. Имам Зухриға тең келетін мұхаддистер жоқ деген. Лайс ибн Саад болса, имам Зухри жайында былай деп айтады. Зухридан көре білімді кісіні әлі таппадым деген. Зухридан да білімді кісіні әлі көрмедім де таппадым деген. Омар ибн Абдуллазиз айтады, өздеріңе Зухриді ұстаз етіңдер, өйткені өткен сүннетті Зухридан асқан адам білмейді деді. Өткен сүннетті Зухридан асқан адам білетін адам жоқ деп айтты. Бұны Омар ибн Абдул-Азиз айтады. Джафар ас-Садиқ әхіл байттан еді, оны келтіреді. Имам Мәлик айтады, мен әрдайым Джафар ас-Садиқты 3 жағдайды табатын едім дейді. Джафар ас-Садиқты. Біріншісі ол кісі намаз оқып тұрған болса, екіншісі ораза болатын, үшіншісі қашан қараса Құран оқып жүретін еді дейді. Ұстазын айтып отыр ғой. Имам Мәлик тағы бір айтады, Джафар ас-Садиқ хадис айтатын болса, дәретпен тұрып айтар еді. Тіпті мен кіргенде астындағы, астына төсеніш қылып отырған көрпесін менің астыма төсеп, сосын маған хадис айтатын еді дейді. Хадис оқуда немен болады дейді, әрқашан дәрет алып барып, сосын хадис оқитын еді дейді. Мұхаммад ибн Мункадир деген кісі болды. Мұхаммад ибн Мункадир ат-Тайми деген әл-Құрайши. Кейінгісі Муслим ибн Шихаб аз-Зухри 21 жасында Мәдина Мұнавварада Рауда, жаңағыдай Рауда дейді. Қажылыққа барғандарыңыз болсаңыз білесіздер, немен михрабпен ненің арасы, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның оқитын жері Рауда дейді. Сол Раудада дәріс оқитын еді 21 жасында. Пайғамбарымызға Зухримен байланысатын жері осы жер еді дейді. Жалпы айтқан кезінде имам Мәлик Мединеден ілім алу үшін Мединеден басқа жерге шықпаған. Ғалымдар айтады, басқа мазхабтарға қарағанда имам Мәликтің мазхабының артықшылығының бірі дейді. Басқа мазхаб иелері, мысалы Абу Ханифа, имам Шафиғи, Хамбалдар алатын болса, барлығы ілім алу үшін басқа елдерге шығып, содан барып мүжтахид болған еді. Ал бірақ имам Мәлик өз заманында
Мединеден тыс шықпаған. Және сол өз заманында мұхаддис болды, фақих болды, муштахид ғалым болған. Имам Маликтің сипатына келетін болса, Имам Малик ұзын бойлы, кең иықты, денелі, ақ жүзді болатын. Үстіне қымбат әдемі киімдер кигенді ұнататын еді. Жаңағыдай Имам Маликтің денесі үлкен, және қымбат киім киіп, әрдайым өзіне жарасымды киінгенді жақсы көретін еді. Ол киімді тіпті Хурасаннан, Мысырдан алдырататын еді. Ең қымбат киімнің бірі 500 дирхамға тең келетін еді. Өз көзде 500 дирхам деген үлкен ақша болды. Қолында көзі бар жүзігі болатын еді. Сол жүзігінің көзінде «Хасби Аллаху ва ни'мал вакил» деген не жазылған еді дейді? Аят жазылған еді дейді. Имам Малик базарға барғанды ұнатпайтын еді. Және айтатын еді, зухд деген нәрсе, ол дүниеден шектелу деген нәрсе, дүниеден тәрк ет, дүниеден жоқ қыл деген сөз емес, дүниені жүрегіңе кіргізіп алмау деп түсінетін еді. Имам Малик, Имам Абу Ханифаның сүннетін әрдайым істейтін еді дейді. Яна Имам Абу Ханифа сүннетінде аптаның бір күнінде шәкірттеріне, Абу Юс, Мухаммад, Зуфар тағысын шәкірттеріне аптаның бір күнінде не беретін еді дейді? Ас береді екен, жаңағыда қонақтық қылады екен. Имам Маликті ет жеген жақсы көретін екен. Имам Малик аптаның бір күнінде не істейді? Солай шәкірттерін қонаққа шақырады екен. Сосын үйіне кіре берістерінде «Мәша Алла» деген аят жазылып тұр дейді. «Мәша Алла» деген сөз жазылып тұрған екен. Яғни Алла қаласа деген сияқты сондай бір керемет сөз жазылып қойған екен. Сол кезде шәкірттері бір күн кіріп келе жатып, «Я, ұстаз, мына сөздің жазылып тұруындағы себеп не нәрсе?» десе, Имам Маликтің былай деп айтқан жауабы бар екен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. «Валаула издахалтал джаннатука қулту маша Алла» деген аятты оқиды. Яғни Каф сүресінің 39 аятында. «Валаула издахалтал джаннатука». Егер сен бау-бақшаға кіретін болсаң, онда сен маша Алла деген сөзді айтқын деген аятты оқиды. Осындай осы себепті мен жазып қойдым бақшаға, несі кіре берген кезінде осылай айтқын деген сөзді сол үшін мен жазып қойдым деп күледі екен. Дүниедегі жаннатың ол сенің өз отбасың, өзінің кіре берсің емес пе деп қалжыңдап қояды екен. Амр ибн Динардан бір нәрсе естіп па едіңіз деп сұрағанда, Амр ибн Динар деген ұлы табиғиннан бірдеңе естіп па едіңіз деп сұраған кезінде, бір күні Амр ибн Динардың дәрісіне қатысушы едім дейді. Амр ибн Динар, ол мұхаддис, сол кісінің дәрісіне қатысушы едім дейді. Сол кезде көптеген адамдар хадисті түк тұрып тыңдайтын еді дейді. Адам көп енді мешіттің іші толып кететін еді дейді. Отыратын жер жоқ дейді. Тіпті хадис білу үшін олар тік тұрып алып хадис тыңдайтын еді дейді. Және олар тік тұрған халінде хадистерді не істейтін еді дейді? Жазатын еді дейді. Бір күні Имам Малик кіріп келсе, сондай халықты көрген кезінде ойлады дейді. Пайғамбарымыздың хадисі оқылып тұр. Менің тік тұрып пайғамбарымыздың хадисін жазуым ол дұрыс емес қой. Бұл пайғамбарға деген құрметсіздік қой деп жазбай қойдым дейді. Абу Ханифа айтады: мен жүріп бара жатқанымда, тік тұрғанымда және жанбастап жатқанымда менен ешқандай сұрақ сұрамаңдар деген. Мен жүріп бара жатқанымда, тік тұрғанымда немесе жанбастап жатқан кезімде менен ешқандай мәселеде сұрақ сұрамаңдар деген. Оның себебі жүріп бара жату, бір жақ қарай кетіп бара жату, онда бір несінде бір ойында басқа нәрсе болуы мүмкін. Немесе тік тұрған кезімде деген сөзі, мына араб еліне емтихан тапсыруға барсаңыздар, Құран оқудан емтихан тапсырған кезде отырып емтихан тапсырсаңыз, тұрғызып қояды. Енді Құранды сол тұрып оқып бер дейді. Өйткені неге адамның тұруында, оқуында жаңағыдай өзгешелік болады екен. Жаңа жаттау қабілеті немесе ойлау қабілеттеріне өзгешелік болады екен. Отырып оқып бере аласың. И тұрған кезінде дәл соны қайта шатыстырып жіберуі мүмкін екен. Сол үшін емтиханды солай алып жатады. Абу Ханифа да осы нәрсені жанбастап жатқанда да сұрамаңдар. Саид ибн Сулейман айтады: егер Имам Малик бір мәселеде фатуа айтса, артынан мынандай бір аятты оқып қоятын еді дейді. Біздегідей емес, фатуа айтып сұраққа жауап беріп аласың, үндемей күліп қойып кете беретін, немесе артына кітапта қарамайтын. Бірақ Имам Малик айтады, Саид ибн Сулейман айтады:
имам Малик бір мәселеде фатуа айтатын болса, оны артынан мына аятты оқиды деді. Инна зунну илля занна ва ма нахну бимустайқинин деп, яғни сура Жасия сүресінің 32-ші аятын айтады. Яғни бір ой жору ғана деп ойламаңыз дейді. Жаңағыдай бір ойды айту ғана деп ойлаймыз. Сондай-ақ біз анық немесе нанушы емеспіз. Бұл нәрсеге осындай деп білгенімізбен, бірақ бұл нақты бұндай болмай қалуы да мүмкін деген аятты оқиды дейді. Біз бір нәрсенің шешімін осындай деп білгенмен дейді, өз іліміңмен. Бірақ ол Алланың алдында нақты бұндай болмауы әбден мүмкін деген аятты оқитын еді дейді. Хайсам ибн Джамил деген кісі айтады, имам Маликтің 48 мәселеде сұраған бар еді дейді, естідім дейді. Соның тек имам Малик 32-сіне ғана жауап берген. 16-сына лә әдри деп айтты дейді. Өйткені имам Маликтің лә әдри деп айтуындағы үйренгені ұстазы кімнен еді? Абдурахман ибн Хурмуздан үйренген еді. Абдурахман ибн Хурмуз ол өз кезегінде 40 сұрақтың 34-не ғана жауап, 40 сұрақтың 6-ауына жауап беріп, 34-ін лә әдри деп қайтарған болса, имам Малик 48 сұрақтың 32-сіне жауап беріп, 32-сіне, соның тек 32-сіне жауап беріп, қалған 16-сына лә әдри деп айтқан еді. Білмейтінін білмеймін деп айтқан екен. Мысыр имамы Абдулла ибн Уахб деген кісі имам Маликке 20 жыл шәкірт болған. Бір жыл ілім алған. Қалған 19 жылын имам Маликтің ақлағын үйренген екен. Жаңағыдай имам Маликке 20 жыл бойы Абдулла ибн Уахб деген кісі имам Маликке шәкірт болған болса, 20 жыл бойы соның бір-ақ жылында ілім алған екен. Қалған 19 жылы имам Маликтің ақлағын, яғни көркем мінезділігін үйренген екен. Имам Маликтің 3 баласы болған. Бірінші бір қызы болған. Кейін Яхия, Хаммад, Мухаммад деген балдары болған. Қызының аты Фатима еді. Яхия, Хаммад, Мухаммад, қызының аты Фатима деген болды. Қызы Фатима ол өте зирек болды. Имам Малик айтады. Қызым, жаңа имам Малик Муаттан жазып шықты ғой. Муаттан жазып шыққан кезінде шәкірттеріне сол Муаттадан дәріс береді екен, үлкен кітаптан, хадистен. Муаттадан дәріс береді екен. Имам Малик айтады, мен қартайған кезімде, сол Муаттадан дәріс беріп оққан кезімде, шәкірттерім Муаттан жатқа айтатын еді дейді. Қызым дейді, есіктің анандай таса жерде, көзге көрмейтін таса жерде отырады екен. Кішкентай қызы Муаттан жаттап тастаған. Сөйтеді екен де, имам Малик кейде айтады, мен кейде көзім ілініп кеткен кезінде дейді, шәкірттерім шатысып кетсе дейді. Немесе мен өзім жазған кітабымның кейбір жерін ұмытып қалып, шәкірттерім қателесіп кеткен жерінде мен ұмытып тұрсам дейді, қызым ана жақтан тұрып есікті ұратын еді дейді. Мен сол кезде білетінмін дейді, мына жерден шәкіртім қателесті деп қайталататыным дейді. Сондай бір зирек, өте білімге құштар қызы сондай болған екен. Имам Малик 13 халифалардың заманында өмір сүрген, 13 халифаның көзін көрген. Жаңағыдай имам Маликке келтіреді, өз заманында үлкен халифалар бір күні келген ғой имам Маликке. Бізге маған хадис үйрет, мына шәкірттерің бәрін шығарып жібер деген да. Имам Малик айтқан, сені келтіп, ілім ордасынан бұлар қуа алмаймын деген. Онда олар қалсын, жаңағыдай, мен ілім алайын сенен. Имам Малик айтады, сен менен не сұрап келдің дейді. Хадис ілімі үйренгім келеді деді. Халифа, біздің тілімізде айтқан президент. Имам Малик айтады, сен отыр деді. Сөйткеннен әлгі кісі келді, имам Маликтің өзі пайғамбар саллаллаху алейхи мешітінде онда отыратын үлкен несі болды, отырғышы. Соған келіп отырған кезінде имам Малик айтты, жоқ деді, сен тұр деді. Тұр, ана жерге отыр деді. Шәкірттерінің арасынан тізесін отырғызып қойды. Сөйтті де өзі оқымады. Шәкіртін біреуін тұрғызып қойды да хадис оқытқызды. Хадис оқытып болды, сосын әлгі халифаға айтты, оқып болған, енді тұрыңыз да келіп отырыңыз, енді сіздің жайыңыз осы деп айтты. Яғни білімге келген кезінде ол халифа, ол мана бастық деп отырмайтын еді дейді. Бір күні имам Малик
сондай бір айбатты дейді, тік жүзді, ол несімен, өзінің жүзімен, тік қарауымен кейбір халифаларға аузындағы сөздерін ұмыттырып қоятын еді дейді. Сонда бір күні Мысыр елінің халифасы Меккеге, Мысыр елінен анасы өзінің баласын Меккеге жіберген болатын, ілім үйренуге. Сөйтіп Меккеде жүріп ілім алып жүрген кезде Меккенің ілімін бәрін алып болғаннан кейін Меккенің әкімі, халифасы хат жазады, Мединеге хат жазады. Мединенің әкіміне хат жазып жатыр. Мына бір баланы жіберіп жатырмын, ол баланы имам Маликке алып барғын деген. Имам Маликке алып бар деп, жаңағы бала қолына хатты алып алған, Мединенің әкіміне барады, мынаны береді. Медина әкімі ашып тұрып оқиды, қараса имам Маликке жазылған хат. Мен мына хатты алып баруға қиын маған деді. Егер маған шөл далаға жалаң аяқ жүріп Мединеге шейін бар десе, маған мына хатты имам Маликке алып кіргенімнен қараған атында шөл далада Медине мен Меккенің ортасында жалаң аяқ жүргенім жеңіл болады деді. Өйткені күн ыстық қой, шөлде аяқ күйіп қалады. Сосын бірақ бұл халифаның бұйрығы екен, оның орнында уәжіп болады, қайтсе де барайық деді. Сосын жаңа кішкентай баланы ертіп алып, имам Маликтің есігіне алдына келді. Имам Маликтің есігіне келді, қараса қызметші шығады. Сіздерге не керек? Бізге имам Малик керек. Қазір тұра тұрыңыз. Кіріп кетеді, қайттан қызметші шығады. Қандай немен мәселемен келіп тұрсыздар? Сұрағымыз бар еді. Егер фиқ үйренгілеріңіз келсе, кете беріңіздер. Уақыты жоқ. А егер хадис үйренгілеріңіз келсе, күте тұрыңыздар. Жоқ, бізде фиқ үйренейін деп тұрған жоқпыз. Біз ұстаздық сөзіміз бар. Сол кезде имам Малик шығып келді дейді. Үлкен денелі, сондай айбатты жүзді, көркем көріністе имам Малик шығып келді дейді. Барып өзінің орындығына отырды дейді. Қолында хатты берді дейді. Имам Малик оқытты, жыртып тастады дейді хатты. Енді пайғамбардың ілімін үйрену үшін жоғарыдағы бастықтардың қол хатымен келу керек болды ма дейді. Сендерге ешқандай білім бере алмаймын, сендер кетіңдер деп айтты дейді. Сол кезде қасында тұрған кішкене баланың көріп қалды да, көзіне, имам Маликтің көзіне түсіп қалды да, имам Малик шақырып алды. Я уәләд, ей балақай, есімің кім болады деді. Сол кезде әлгі бала айтты, Мұхаммад ибн Идрис деді. Мұхаммад ибн Идрис. Балақай, сен білгін деді. Сенің болашағың жарқын деді. Сен осы жолынан таймағын, білім алғын деп айтты деді. Білесіздер ме ол кім болған? Ол имам Шафиғи болған. Имам Шафиғи содан бастап имам Маликтің шәкірті болып ілім алды. Имам Шафиғи. Имам Малик өз заманында сондай бір тақуалардан болатын еді. Сұрап келген адамға бірден жауап бере салу деген нәрседен тыйылатын еді. Бір күні шәкірттермен мынандай бір алқада отырған кезінде бір кісі келді да имам Маликке бір сұрақ сұрап келді. Имам Маликтен сұрап келді. Сол кезде имам Малик айтты, әлі жауап бермей тұрып, шәкірт жауап беріп қойды. Шәкірт жауап беріп қойды. Сол кезде имам Малик ашуланған болатын. Я хаза, ей, сен қалай жауап бердің мынаған дейді. Қалай жауап бердің дейді. Менің өзім жауап беруге қиналып қорқып тұрған кезде сен қалай жауап бердің деді. Өйткені айтады, мені мына фатуаға немесе жауап беруге отырғызардан алдын мені 40 немесе 70 ғұлама келіскен еді дейді. 70 ғұламаның бір ауыздан келісіп, осы сен сабақ бересің дегеннен кейін барып мен осы жерге отырып сабақ берген едім. Ал сен болсың қалай жауап беріп жатсың деді. Қараңыз, 70 ғұлама, мұхаддис, фақихтар сен имам Малик осыған жауап бересің деп айтқан екен. Бізге әлі ешқайсысы оны жауап бер деп айтпаса да, бізге жауап беріп жүр ғой қазір. 70 ғұлама айтқаннан кейін барып бана мен жауап беріп жатырмын. Сен қалай жауап бердің деп ұрсып берген екен. Бір күні Шам өлкесінен Мединеге сауда жүретін еді керуен. Шам өлкесінен Мединеге саудаға шығып баратқан кезінде шамдықтар, мына Мединеде имам Малик деген біреу бар екен, ол мүжтахид екен, ол мұхаддис екен, хадистерін бәрін біледі екен, муаттаның иесі екен, біздің сұрақтарымыз бар еді деп жаңағыдай сұрақтарын жазып бере берген ғой. Шамнан келеді имам Маликке. Сонда Шамнан келіп тұрмын деді. Имам Малик айтады, мына сұрақтардың жауаптарын айтып айтады да, енді біреу қалады да, мына сұрағың жауабын білмеймін деді.
Сен имам Мәлик емессің бе? Сен кететін күнің кел, осының жауабын берем саған деді. О әлгі адам кетеді, саудасын жасайды, жасап болғаннан кейін тауарларын жинап, түйелерін жүктеп, тек имам Мәликтен барады да жауабын алады да, сосын ары қарай жолға шығып кетейін деп тұр. Барса имам Мәлик мешітте дәріс беріп отыр екен. Имам Мәлик кетеді, ұстаз, сен кешегі сұрақпен келіпсің ба? Оның жауабын білмейді екен деді. Жай ғана айтты, оның жауабын білмейді екен деді. Ана отырып ашылып, ұстаз, сізді имам Мәлик дейді ғой, сізді мүжтахид дейді, фақих дейді, мухаддис дейді, сіз осының жауабын білмейсіз бе? Имам Мәлик ашылып кетті. Қаласаң деді, мына Мединеде бір 3-4 биіктік жер бар деді, қаланың үстінен көретін. Сол жерге шықты, мен имам Мәликке мынандай сұрақ қойған едім, ол білмеймін деп айтты, деп айғайлағын деді. Өйткені мен білмеймін деуден ешкімнен ұялмаймын деді. Бұл бізге, бәрімізге сабақ болатын дүние еді. Сондай мәселелерде имам Мәлик алдына жан салмаған еді. Ұстаздық қылуда да, адам таңдауда да. Өйткені жаңағы кімді көріп қалып, Мұхаммад ибн Идрис имам Шафиді көріп қалып, сенен болашағың жарқын деген айтты ғой. Сол кезде мына хадисті біз еске түсіруіміз керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи бір хадисі бар. Сендер көрегенділердің көзінен сақтаныңдар деген. Бізде көрегенділік деген нәрсе бар. Бүйтіп қарап, ол адамды танып біліп алады, кім екенін біліп алады. Көзіне қарап отырып, іс қимылына қарап отырып, сөзіне қарап біліп алады. Бұл білім бар нәрсе. Бұл әулиелік кезінде Алла Тағала бір құлдарына беретін дүние. Сол дүниенің бірі имам Мәликке берілген еді. Сол үшін де имам Мәлик имам Шафиді жастайынан танып алған еді дейді. Әрине бұл имам Мәликтің бұл қысқаша болған оқиғасы, бұдан да қанша ұзақ болу керек, бірақ дегенімізбен бұл мәселеде тоқтау үшін үлкен кітаптар ақтаруға тура келеді. Дегенмен бүгінше бізге жетерліктей болған біліміміз немесе келесіде жалғастыратындай жалғастырсақ та болатын болған бір имам Мәликтің өмірі қысқа да әрі нұсқа. Иншалла Алла Тағала баршаларымызға имам Мәликтей ғұлама болуды, имам Мәликтей перзент тәрбиелеуді және имам Мәликтің сүннетке амал қылғанындай біздің де амал қылуымызды баршамызға нәсіп етсін. Ахири дауана анил хамдулиллахи раббил аламин. Амин.